Сәлем достар, мен бүгін Майнкрафтта хардкор ойнайтын боламын. Кәдімгі хардкор. Егер де не екенін білмесеңіздер, мен сіздерге айта өтейін. Ол дәл выживание сияқты, бірақ өлсеңіз қайтадан тірілу жоғынан. Тіріле алмайсыз. Ал егер түсінсеңіздер, кеттік видеоға. Опа, мен өз әлемімде ауылдан шықпын ғой. Енді ауылды тойлайтын боламын. Ең бірінші кроваттан бастайық. Давай, есіңді аш, біз кроватты алып кетейік. Ауылды тонамас бұрын ағаш сындырып алайық. Ағаш барлығына керек. Әрине, кім ағаш сындырмайды хардкорда? Мен 4 ағаш сындырдым. Қазір оны дупқа айналдырамыз. 4-те 16 дуп шықты. Әрине, енді ол да бізге керек деп ойлаймын. Қараңыздаршы, бұл пэтч бізге керек. Сол үшін мен қазір верстак жасап алайын. Верстактан ағаш керек жасап, оны сындырамыз. Енді бізде рудаларды тез ерітетін пэтч бар. Мына жетелеге қараңыздаршы, чота түрі бір түрлі, бірдеңке білетін сияқты, өлтіріп тастайық. Енді маған ешқандай жетелер қарамайтын болды. Мен қазір бұл големді өлтіретін боламын. Бізде 4 блок бар, ал големді ұрамыз, үсте 4 блок шығамыз. 1, 3, 4. Опана, бізге голем келе жатыр. Қазір өлтіреміз, ал сіздер лайк басыңыздар. Жоқ, мен голем ұры жерді. О май гаш, верстакты бекер қойдым. Енді мен қайтан 4 блок қою керек. Менде бірақ 4 блок бар. Големнен қашып жүрмін әрине. Голем бер кел тез. Мен 4 блокпен үстіге шығуын оған дейін. Мен енді големді палкама өлтіретін болам. 1, 2, 3. Ақыры дегенде бұл жылмауызды өлтірдім. Әрине атысып. Менде автомат болды қолма. Ол палка. Маған тек қана 3 железа берді. Бұл әділетсіз. Себебі големді өлтіру үшін мен көп уақыт жұмсадым. Енді мен пішенсі блоктарын сындыратын боламын. 1, 2, 3, тағы да көп әлі. Ақыр дегенде бұл блоктарды сындырып біттім ғой. Қаншама уақыт сындырдым. Мына үйдің ішінде книжки полкалар болады. Ал мен оларды сындырып аламын. Маған керек болады. Не деген ақымақпын, өзімен бірге ағаштар алып жүрмегем. Маған енді тас блоктар керек, себебі мен тас құралдарына көшуім керекпін. Ағаш құралдар енді керегі жоқ, себебі мен қазір тас құралдар жасаймын. Менде енді барлық тас құралдары бар. Меч, балта, кирка. Енді бұл екеуі керек жоқ. Бірақ бұлар пеші жағуға керек болады. Сол үшін ала салдым, әйтпесе керек емес еді. Бізде түн болып қапты. Енді мен өзім базам салайын. Верстак, печ, және кроват. Енді қазір ұйықтайтын сәт келеді. Ал достар, бізде бірінші күн қазір аяқталады. Маған Майнкрафттың графикасы ұнамай тұр. Себебі менде шейдер бар еді. Бірақ оны қоссам қазір қатуы мүмкін. Қазір бәрібір де қосып көрейін. Бұл кішкене бір түрлеу, басқа шейдер қосамын ау. Міне, осы шейдер әдемілеу, осымен жүре беремін ау. Мен осындай шақта тауып алдым. Осының ішінде железа болуы мүмкін. Бірақ жоқ сияқты. Бәрібір тезек көрейік. Бұл железа ма? Железа екен. Қазір барып сындырайық. Маған 4 железа түсті. Бірақ та голем железасымен есептесек, общий 7 железа. Неқта көмір бар екен. Көмірді де сындыра бер. Бұл жаңа шақтан қасында шақты. Бұл одан да үлкен екен, және железалары да көп. Алмазы да бар сияқты. Пайда кіріп көреміз. Мен қазір 4 железамды ертіп шет жасап алайын. Себебі моптардан қорғануға көмектеседі. Міне, мен өзіме де шет жасап алдым, ал қалған құралдарды кейін жасаймын. Бірақ меч керек деген ойдамын, себебі моптарды өлтіруге.
Мен тірі қалдым. Енді менің мақсатым рудаларды қазу, әсіресе алмаз табу. Мен бірінші алмазым. Сындырып алайық. Айтпақшы, менде железный кирка жоқ. Мен қазір железный кирка жасап аламын. Палька және де железный кирка. Мен енді алмаз сындыра аламын. Менде 2 алмаз болады. Мен қазір көптеген железа сындырып, железі броня жасайтын сияқтымын. Себебі шахтада бронясыз жүру қауіпті. Лазурит, бұл маған заттар зачаровать етуге керек болады. Әрине, мен оны жасауым керек. Жаңа зомбилер шаулап жатқан. Мен қазір олардан кетуім керекпін. Себебі өліп қалуым мүмкін. Мен шейдер өшіремін. Себебі шахтада шейдермен ыңғайлы емес. Рудалары көру, немесе мұқтары көруге кедергі етеді. Енді шахта маған әдемі көрінеді. Май гаш, мен қасында крипер тұр. Оны өлтірем мен қазір. Жоқ, өлтіре алмадым. Себебі ол жарылып кетті. Мен читпен қаранып тұр едім. Мен қазір өзіме қайтадан железа жинап бастаймын. Жеткілікті железа жинадым. Енді мен өзіме броня жасаймын. Ең бірінші пешті қойып заттар ертіп алайын. Ал сіздер лайк басып тіркеліп отыра беріңіздер. Міне, железі броня да дайын болды. Ал сіздер тіркелдіңіздер ме? Тіркелмесеңіздер тіркеліп қойыңыздар. Менің қазіргі мақсатым 30-ға 40-қа жуық алмаз тауып шахтадан кету. Шахтадан кетіп болған соң өзіме әдемі үй саламын деген ойдамын. Жеті алмаз жинап болып, сол 7 алмаздан алмазды броня жасаймын деп шештім. Міне, мен енді әдемі және бай адам болдым. Кешіріңіздер, менде запис 15 күнге дейін істемей қалыпты. Есікше 15 күнде көре бересіздер. Тимо, сен 15 күнде не істедің деп ойлайсыздар. Ал мен 15 күнде өзіме әдемі үй салып жатырмын, және де алмаз құралдар жасап жатырмын. Болды. Ал енді достар, өзімізді видеомыз орала берейік, ал кеттік. Мен 15 күнде осындай үй салдым. Ал енді мен алдағы жоспарымда моб ферма салу и портал ашып, сояқтағы эндерменмен қырылып, ифриттермен қырылып, анау-мынау істеп. Мен шейдері өшіріп көрсем, менің осындай бір түрлі қалады екен. Ендеше шейдері қайттан қосамыз. Ал достар, міне бізде моб ферма жасап жатырмыз. Вот, әдемі осылай. Қазір тағы да кейбір жерлерін әлі бітпеді. Көп жасау керек әлі бізге. Енді видео монтаждап, бүгін қысқартып, жазған соң бірақ көрсетемін. Достар, мен 24 күнге дейін моб ферманы аяқтап, мына жерге мынандай зачарование салып, полный қылып, мына үйдің іші әдемілеп тастаған болатынмын. Енді 24 күнде қаншама күн болды арамызда. Қазір мен порталға кіріп, ифриттердің базасын іздейтін боламын. Мен мынандай жолдар жасадым порталға баратын кезде. Есікше құлақ қалмас үшін анау-мынау. Себебі портал мен айдалада шыққан болатын. Жерге осылай түсеміз ақырында. Міне достар, мен крепс тапқан болатынмын. Қасында заттар сындырып алдық. Кварцтарды керек болады қазір уровень көтеруге. Ал онда көп бөгеле бермей кіріп бастайық. Уже крепстерді қазір қайттан іздеу керек. Скелеттер көп екен мына жер. Айбай, мен өртеніп отырмын, бір жерге тығылып алу керек қазір маған. Мен сонда көріп тұрмын, сондықтан ішін ашып қарайшы. Ертоқым бізге керек болады. Алтындары нормально. Ал басқа жерлерді көре берейік, мүмкін басқа жерлерде сундук бар ма екен. Мынаны ішін қарайық. Оппана, алмаздар бар екен мына жерде. Еще нормально алтын броня бар екен. Атқа арналған. Мына заттарды зеде жасауға анау-мынауға керек болады. Есікше алып жүре берейік кеттік.
жәшіктердің спаунерін тауып алдым. Қазір оларды өлтіру керек, маған көп керек әлі. Мен де порталдан шығып болып өзіме заттар әкелдім, мынандай заттар. Қысасы мынандай зеле жасайтын бір бәлелерді қазір егетін боламыз. Менде қайда олар? Инвентарда бар еді. 20-сы бар екен, қазір егетін боламыз. Біреу. Неге егілмейді? Егілмейді ма не? Я-майо. Мен қазір өз броняларын зачаровать етемін, себебі мен қазір драконға аттануым мүмкін. Міне енді менде броняларды жақсарып қалды. Енді драконға бара берсек болады. Маған эндер әлеміне бару үшін тас блоктар керек, себебі ол жақта бізді не күтіп тұрғанын білмейміз. Сол үшін тас жинап жатырмын. Мен астыңғы әлемге барамын, себебі ол жақта блоктар тастан қарағанда тез сынады. Айттым ғой тез сынады деп, міне. Ол уақытты жұмсамайды. Маған енді үйге айту керек. 39 күн драконға нақтылай дайын болдым. Енді драконға саяхат басталды. Ал достар, онда кеттік драконды аяқтауға. Мен ең бірінші озон заттардың үстіндегі кристалл сындыратын болам. Барлық кристалдар жарып біткен болатынмын. Енді мәселе драконда. Ал достар, видеоның соңына жетіп қалдық. Мен осылайша драконды аяқтаған болатынмын. Ал барлықтарыңызға сау болыңыздар.